Бұл әлемде 1% халық 99% байлықты иемденеді екен. Қалған 1% байлықты 99% халық жалпы иемденеді. Білесіз бе неге ол солай? Өйткені бұл 1% адам белгілі бір құпияны, яғни секретті біледі. Бүгінгі айтылатын тақырып фильм «Секрет» туралы. Бұл YouTube каналында 2006 жылы шыққан. Фильмде тартылыс заңы арқылы, ойдың күші арқылы өзіңнің өміріңді толықтай өзгертуге болады деп сол туралы айтылған. Мен бұл фильмді 100-ден көп рет көрдім десем жаңылыспаймын. Өйткені кез келген кезде тамақ жасап жүргенде болсын, басқа кезде менде уақытым болған кезде қосып қоям да әрқашан тыңдап жүретінмін. Сондықтан өзімнің түйгенімді, білгенімді сіздермен бөліскім келеді. Өйткені новичоктарға өте күшті бұл фильм. Менің ойымша бұл өте қарапайым секрет, бірақ бәрі бұны қолдану керек деп ойлаймын. Өйткені бұны қолдану арқылы сіз міндетті түрде өміріңізді жоқ дегенде 10-20%-ға жақсы жаққа өзгертесіз. Мен әр адамның бақытты болғанын, әр адамның өмірі жақсы жаққа өзгергенін қалаймын. Сондықтан міндетті түрде бұны қолданыңыз. Біз сонда магнит сияқтымыз, әрқашан өзімізге белгілі бір затты тартып тұрамыз. Оған сіз сенсеңіз де, сенбесеңіз де тартылыс заңы жұмыс жасайды. Назарыңызды белгілі бір ойға, мақсатқа аудару арқылы, соған толықтай назарыңызды, ойыңызды жіберу арқылы кез келген нәрсені өзіңіздің өміріңізге тарта аласыз. Бұл машина, үй, дүние, мүлік, денсаулық, отношение болуы мүмкін, кез келген зат. Бұл жерде ешқандай шек жоқ. Енді бұл заңдылықты білгенмен сіздің өміріңізде ештеңе өзгермейді. Оны өміріңізге дұрыс қолдана білуіңіз қажет. Сіздің қазіргі өміріңіз ол кешегі ойыңыздың айнасы. Яғни өміріңізде қазір бір нәрсе дұрыс емес болатын болса, сізге ұнамайтын болса, кредиттеріңіз, немесе сізде дұрыс емес отношение, немесе сіз әрқашан жертва боласыз ба, сондай жағдайлар болатын болса, ол сіздің өзіңіздің кінәңіз. Сізге бұл ұнамауы мүмкін, бірақ ұнаса да, ұнамаса бұл шындық. Сондықтан оны түсінгеннен кейін өзіңізді кінәлап, өзіңізді жеудің ешқандай қажеті жоқ. Тек соны қабылдаңыз да ойыңызды толықтай өзгертуге тырысыңыз. Сіз негативті нәрсені ойлаған кезде ол бірден орындалып кетпейді. Ол сізге ойлануға, шешім қабылдауға уақыт береді. Ғылымда дәлелденген, біздің позитивті ойларымыз 100 есе күштірек негативті ойлардан. Сондықтан бұл преимуществоны пайдалану керек. Сондықтан біздің позитивті ойымыз, позитивті сезіміміз 100 есе күштірек негативтен. Мен сіздерге бұрыннан айтып келе жатырмын. Әрбір біздің ойлаған ойымыз бұл энергия, толқын. Мысалға біз телевизор көреміз. Телевизордың кескінді бізге берілген кезде біз әйтеуір фильм болсын, бір нәрсені көреміз, бірақ біз оның толқындарын көрмейміз. Сол сияқты сіздің ойыңыз белгілі бір толқындарды жан-жаққа былай тартады. Яғни телевизорды біз басқа каналға ауыстыру үшін біз басқа толқынға, басқа жиілікке ауысамыз. Сол сияқты сіз өзіңіздің миыңыздағы ойыңызды басқа ойларға ауыстыратын болсаңыз, сіздің толқындарыңыз, яғни жиіліктеріңіз өзгереді. Сол жиілікке сәйкес келетін оқиғалар, заттар сіздің өміріңізге тартылатын болады. Сонда біздің адамдардың, хайуандардан, жануарлардан айырмашылығымыз біз өзіміздің ойымызды басқара білуімізде. Ойымызды басқарып, бір нәрседен екінші нәрсеге аудара алуымызда. А жануарларда ондай нәрсе жоқ. Сондықтан біз жоғарғы общество болып саналамыз. Осы видеоны паузаға қойыңыз да өзіңізге сұрақ қойып көріңіз. Мен қазір қандай сезімдерді сезінемін, менің миымда, қазір ойымда қандай ойлар көп деп. Соған өзіңізге жауап аласыз. Сезім деген сөзді бос-босқа айтқан жоқпын. Өйткені біз белгілі бір ойлаған кезде бойымызға белгілі бір сезім келеді. Ол негативті немесе позитивті болуы мүмкін. Мысалға, сіз өзіңіздің кредитіңізді келе жатқан айдың соңында төлеу керек деп ойлаған кезде ойыңызда қандай болады? Тревожность, яғни немесе бір қорқыныш, төлей алам ба, айлығым уақытында келе ме екен, жете ме екен деген сияқты сондай сезім пайда болады. Яғни сізде негативті сезім болып тұр, сіздің толқындарыңыз соған сай нәрсені тартады. Енді сондай негативті ойлар адамдардың бәрінде болады, ал сіздікі тапсырма сізге берілетін. Ол сіз позитивке айналдырып көріңіз. Мен сенімдімін, сіздің өміріңізде өте көп позитивті, яғни шүкіршілік ететін оқиғалар, заттар өте көп. Сіз өзіңіздің ойыңызды жақсы нәрсеге өзгертіп, миыңыздың, денеңіздің толқындарын, энергиясын өзгерту үшін ең бірінші таңертең шүкіршіліктен бастаңыз. Шүкіршілік бұл ең күшті зат. Мен сіздерге бұрыннан айтып келе жатырмын, өйткені сіз таңертең тұрған кезде өзіңіздің аяқ қолыңыздың сау екеніне шүкіршілік айтқан кезде сіздің бойыңызда басқандай сезім пайда болады. Сіз өзіңіздің бала шағаңыздың денінің саулығына
қасыңызда бар болғанына шүкіршілік айтқан кезде сізде басқандай сезім болады. Яғни сізде шүкіршілік айту үшін мыңдаған себептер бар. Сіз шүкіршілік айтқан кезде бойыңызда басқа сезімдер пайда болып, сіздің фокусыңыз плюс нәрселерге қарай кете бастайды. Соған орай өміріңіз ақырындап өзгере бастайды. Енді адам әрқашан негативті нәрсені ойлаған кезде ол генетикалық тұрғыда код ретінде жазылып қалады да, адам автоматты түрде сол негативге кетіп қала береді. Сондықтан адам өзін өзі программалай алады. Ол қалай? Мысалға, біз аффирмация арқылы. Аффирмация дегеніміз бұл енді сөздің құдіреті. Сіз белгілі бір сөзді айтқан кезде соған сай сіздің ойыңызда кескін ой пайда болады. Яғни, зарплатаңыз 3 есеге өсті деп елестететін болсаңыз, сіз еріксіз күле бастайсыз, өйткені ол сізді қуантады. Сондықтан жақсы сөз жарым ырыс дегеннің түпкі мағынасы шамамен осындай деп түсіне беріңіз. Өйткені қазақтар бәрібір де ғылыми түрде бұны бізге бұрын айтпаған болса да, ол мақал-мәтел жалпы біздің күнделікті өмірімізде қолданылған. Аффирмацияның күшін тексеру үшін 3 аффирмацияны таңдаңыз. Қазір комментарияға 3 аффирмацияны жазып кетіңіз. Соны күнде айту арқылы, болмағанда ойыңызда соны ойлап ойша айту арқылы, сіз міндетті түрде оның resulтатын көретін боласыз. Келесі бір өзімізді программалаудың әдісі бұл визуализация. Визуализация ол аффирмациядан да күштірек жұмыс жасайды, өйткені сіз өзіңізге ұнайтын, өзіңіз қалаған результатты ойыңызда елестетесіз. Мысалға, мынандай үйде тұрғым келеді деп үйіңізді егжей-тегжейлі елестетуіңізге болады. Өзімнің кішкентай опытымды айтайын. Мен шамамен 6 жасым, 7 жасым кезінде менің әке-шешем күзгі жапырақтар деген бір Қазақстан телеарнасынан сериал көретінді, турецкий. Сол кезде сол сериалдағы үй маған қатты ұнайтын. Үлкен үшеулер, үлкен семья болып тұрады. Үйлері үлкен, күшті, андай әдемі бақтары бар, сондай. Сол кезде мен болашақта міндетті түрде осындай үлкен үйде тұрамын деп ойлайтынмын. Қалай тұратынымды білмеймін, бірақ әрқашан елестететінмін. Так, менде осындай үй болады. Сол кезде әрбір бұрышын өзімнің ойымменен мебельдарды қойып, қандай обой болады, қандай өсімдіктер өсірем деген сияқты сондай нәрселерді жай елестететінмін. Бұл менің хоббиім еді. Мен ол кезде кішкентаймын, мен оны бейсаналы түрде елестететінмін, өйткені бұл маған жақсы сезім беретінді да. Уақыт өте келе көп жылдар өтті, 15 жыл өткеннен кейін мен бұл туралы ұмытып кеттім. Менде ондай мақсат болған жоқ. Менде үлкен үй, сондай үйде тұру деген ешқандай мақсат болған жоқ. Менде мақсат квартира алу Астанадан, немесе басқа жақтан, немесе шетелге шығу деген сияқты мақсаттар бола бастады. Бірақ мен сол кезінде, кішкентай кезімде елестеткен сияқты үлкен үйде тұрамын. Мен ол арманым туралы ұмытып кеткен, бірақ осында уже тұрғаннан кейін бір жарым жылдан соң есіме түсті. Мен кішкентай кезімде осындай үйде елестетіп тұрғым келіп еді ғой деп. Сондықтан кейбір біздің арман мақсаттарымызды біз білмей визуализировать етіп, соны өмірімізге осылай тартып жатамыз. Біз енді бұл секретті біліп отырып, сіз осознанно өзіңізге қажетті нәрсені визуализировать етіп тартуыңызға болады. Әлемде көптеген жұлдыздар бар, осылай визуализация арқылы, ойын дұрыс пайдалану арқылы жетістікке жеткен. Мысалға, Джим Керриді алатын болсақ, ол кезінде кедей болғанда, ешқандай фильмға түспейтін кезде елестетіпті. Қалтасында мысалға 10 000 теңгесі бар біздің ақшасымен, бірақ өзіне өзі $10 миллион деп чек жазып, соны қалтасына салып жүріп, әрқашан өзін бай деп, мен баймын, мен қалтамда осындай $10 миллион чегім бар деп, сондай ощущениемен, сондай сезіммен жүрген ғой. $10 миллион сондай контракт фильмға түсуге ұсыныс келген. Сол кезден бастап өмірі толықтай өзгерген. Келесі кейіпкер Опра Уинфри. Ал өзі сол туралы айтады. Мен сол кішкентай кезімде, мен қанша кедей болсам да, қанша бақытсыз болсам да, отбасымда әке-шешеммен отношениям менің жақсы емес болса да, мен сенетінмін, мен міндетті түрде бай болам, мен успешный болам, табысты болам дегенге. Сол сенімі, яғни сенім арқылы ол елестетті, істенді, қазір ең мықты адамдардың бірі. Келесі бір дәлел ол Луиза Хей. Көбілеріңіз білесіздер деп ойлаймын. Негізі ол да кішкентай кезінен бақытсыз болған, өмірі жалпы бақытсыздықпен өткен, сосын рак ауруына шалдығып, кейін барып осындай ойдың күшімен визуализация арқылы сол ракты жеңіп шыққан. Сосын Джо Диспенза, ол аварияға ұшырап, авариядан артқы позвоночниктарын сындырып, оған диагноз қойылады, сен өмір бақи инвалид боласың деп. Ал қазір қандай ол успешный адам, қандай мотиватор, күшті кітап жазған сол, яғни мидың күшін пайдалану арқылы өзін өзі
емдеген. Негізгі формула сізге ең алдымен айқын мақсат керек. Бүгін бір мақсат, ертең бір мақсат деп ауса беру ондай нәрсе жұмыс жасамайды. Егер сіздің мақсатыңыз шын мәнінде сізді қатты мотивировать ететін болса, оны сіз күн сайын сол мақсатты ойлайтын боласыз. Мақсатыңызды айқындап алғаннан кейін, оны өзіңіздің ойыңызда визуализировать етіп бастайсыз. Және визуализировать еткен кезде сіз оған эмоция қосасыз. Міндетті түрде эмоция қосу керек. Сіздің сол мақсатыңыз орындалған кезде сізде қандай күшті эмоциялар болады. Мысалға, қуаныш, сенімділік, махаббат, шүкіршілік деген сияқты эмоцияларды қосып, соны елестете білсеңіз, міндетті түрде бұл система жұмыс жасайды. Сіздермен бірге болған мен Ақерке. Егер сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, подписаться батырмасын басыңыз.